Жеке тұлғалардың банкроттылығы. Ол туралы нені білу керек? 2022 жылғы 22 желтоқсанында мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттылығы туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Бірақ ол ресми жарияланғаннан кейін 60 күннен соң әрекет ете бастайды. Бұл дегеніміз қарыздары бар. Сол қарыздарын өтей алмайтын азаматтардың 2023 жылғы 3 наурызынан бастап банкроттыққа өтініш бере алатынын білдіреді. Банкроттық туралы заң рәсімнің 3 түрін көздейді. Олар соттан тыс банкроттық, сот арқылы банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Аталған рәсімдерге тек қарыз алушының өзі бастамшы бола алады, яғни кредитор борышкердің банкроттылығына өтініш беруге құқылы болмайды. Соттан тыс банкроттық қашан қолданылады? Қарыз алушы жеке тұлғаның, банктердің, микроқаржы ұйымдарының, коллекторлық агенттіктердің алдындағы берешегі 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын болса, онда ол соттан тыс банкроттық рәсімін қарастыра алады. Бірақ қарыз алушы төмендегідей кейбір талаптарды сақтауы керек. Оның атына тіркелген ортақ меншіктегі мүлік болмауы керек. Өтініш берілген күні қатарынан 12 ай ішінде ол кредиторлардың, коллекторлардың алдында міндеттемелер бойынша төлем жасамаған болуға тиіс. Мерзімі өткен берешек туындаған уақыттан бастап 18 айдан аспайтын мерзімде борышкерге қатысты кредиттік шарт бойынша орындалмаған міндеттемелерді реттеу немесе өндіріп алу жөніндегі рәсімдер жүргізілген болуға тиіс. Өтініш берілген күні ол 7 жыл бойы банкроттықты қолданбаған болуы тиіс. Сондай-ақ соттан тыс банкроттыққа өтініш берілген күні 5 жылдан астам уақыт бойы өз берешегін өтемеген қарыз алушы жеке тұлғалар жүгіне алады. Назар аударыңыз, 6 ай бойы атаулы әлеуметтік көмек алатын борышкер кешіктірілмеген мерзімді ескерусіз аталған рәсімді қолдануға өтініш бере алады. Аталған рәсімді қолданғаннан кейін борышкерге банкрот мәртебесі беріледі. Өтінішті қалай беруге болады? Өтінішті 2023 жылғы 3 наурызынан бастап электронды үкімет веб-порталы арқылы беруге болады. Қазіргі уақытта тестілеуден өтіп жатқан ақпараттық жүйе арқылы борышкерлердің қажетті өлшем шарттарға сәйкестігі тұрғысынан мүдделі мемлекеттік және өзге де органдардың деректерімен автоматты түрде салыстырып тексеру жүргізілетін болады. Өтінішке кредиторлардың атауын, берешек сомасын, орналасқан жерін көрсете отырып, кредитордың тізімі, борышкердің банктік қарыз шарты және микрокредит беру туралы шарт бойынша берешекті реттеу және өндіріп алу шараларын қабылдағанын растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріледі. Сот арқылы банкроттықты қашан қолданады? Азаматтар аталған рәсімді 1600 айлық есептен астам борыштар бойынша және кредиторлар алдындағы борыштың барлық түрлері бойынша қолдана алады. Сот арқылы банкроттық барысында борышкердің мүлкі сауда-саттық кезінде сатылады. Алайда бұл жерде ескеретін тұстар бар. Кредитор сот арқылы банкроттық барысында борышкердің жалғыз баспанасын тек ол кепіл нысанасы ретінде болған жағдайда ғана алып қоюға құқылы. Қалған өтелмеген сома борышкердің жоқсыздығы белгілері болмаған жағдайда есептен шығаруға жатады. Яғни мүлікті немесе ол туралы ақпаратты жасыру, жалған ақпарат ұсыну және тағы басқа. Сот арқылы банкроттық рәсімін қаржылық басқарушылар жүзеге асырады. Олардың құрамына заңды тұлғалар, кәсіби бухгалтерлер, заң консультанттары, аудиториялар кіреді. Қаржылық басқарушылардың көрсететін қызметтері ақылы болып келеді. Олардың қызметтеріне ақы төлеу борышкердің мүлкі есебінен жүзеге асырылады. Халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын мүлкі жоқ тұлғаларға қаржылық басқарушылар қызметін тегін көрсетеді. Қаржылық басқарушылардың тізімі Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің интернет ресурстарында жарияланады. Назар аударыңыз, осы рәсімді қолдану барысында
борышкерге мүлікті иеліктен шығару және жаңа міндеттемелер қабылдау бойынша мәмілелер жасауға, қарыз алу, кепілдіктер мен кепілге беру, шетелге шығуға тыйым салынады. Осы төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі қашан қолданылады? Тұрақты кірісі бар азаматтар осы рәсімді қолдана алады. Ол борышты 5 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігін сот арқылы алуды көздейді. Төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге өтініш беруді жоспарлап отырған борышкер үшін жалғыз шарт – борыш мөлшері қарыз алушыға тиесілі мүліктің құнынан аспауы керек. Қалпына келтіру жоспары қаржы басқарушысымен бірлесіп әзірленеді және сотта бекітіледі. Қалыпқа келтіру шаралары мүліктің бір бөлігін сатуды, мүлікті жалға беруді, жаңа үй сатып алу арқылы тұрғын үйді сатуды, құны төмен тұрғын үйге айырбастауды және басқаны қамтиды. Назар аударыңыз, бұл рәсімнің басымдылығы осы рәсімнен кейін борышкерге банкрот деген мәртебе берілмейді. Яғни банкрот болған адам үшін көзделген салдар қолданылмайды. Сондай-ақ шетелге шығу түрінде шектеу жоқ. Банкрот болған адамдар үшін салдары қандай? Соттан тыс немесе сот арқылы банкроттық рәсімін қолдануға шешім қабылдаған борыш мыналарды білген жөн. 5 жыл бойы қарыз және микрокредит алуға тыйым салынады. Қайта банкроттық болу 7 жыл өткеннен соң ғана мүмкіндігі болады. Банкрот болған тұлғаның қаржылық жағдайына банкроттықтан кейін 3 жыл бойы мониторинг жүргізілетін болады. Жеке тұлғалардың банкроттылығы туралы ақпарат сізге пайдалы болса, комментарий жазып, лайк басып және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.